Бір кездері қиял әлемінде екі батыр тұрады. Алдар көсе, ақылды және әзілқой, және өрмекші адам күшті және әділетті. Олар әр түрлі ғасырлардан болғанымен, бір керемет күні, олардың жолдары тоғысып, бір-бірінен үйрену үшін бірге саяхат жасауға шешім қабылдайды. Олардың ең үлкен сынағы ауылдағы балаларды қорқытқан үлкен аюды жеңу болды. Алдар көсе аюды ақылмен алдап, ал өрмекші адам оның өрмектерімен аюды тыныштандырады. Осылайша олар балаларға аюдың адамдарға қауіп төндірмейтінін көрсетеді. Алдар көсе мен өрмекші адам ауылды қорғағаннан кейін, олар ғажайып орманға бет алады. Осы орманда сиқырлы құбыжықтар мен таңғажайып жандар тұрады. Бірақ біздің батырларымыз үшін бұл тек жаңа дос табудың мүмкіндігі еді. Сөйтіп жүріп олар жарқыраған көлге жетеді. Мұнда судың астында ғажайып әлем жасырынып жатыр. Алдар көсе мен өрмекші адам көлдің түбіне сүңгіп, теңіз жұлдыздары мен сиқырлы балықтармен кездеседі. Олар балықтарға айдындағы лас заттарды тазалауға көмектеседі және судың астындағы әлемді құтқарады.